Бес сұраққа жауап берде әлемдік деңгейдегі кең таралған кітапқа ие бол. Облыста ішкі саясат басқармасы Алматы облысын кітап құмарлар өлкесіне айналдыру мақсатында тағы бір тың жобаны қолға алды. Reading жетісу деп аталатын бастама елімізде алғаш рет жүзеге асып отыр. Тақырыпты тілші тарқатады. Сусын сатуға арналған мына құрылғыны Айбар Қасенхан рухани азық сыйлайтын, яғни кітап беретін аппаратқа айналдырды. Ол үшін IT маман қондырғының қаңқасынан басқасының барлығын ауыстырыпты. Микрокомпьютер орнатып, жаңа бағдарлама енгізген. Мониторын ауыстырдық. Мына астында тұрғандай. Raspberry Pi деген компьютер қойдық, және Arduino деген контроллерді орнаттық. Arduino мысалы жаңа клавиатурасымен клавиатураға жауап береді, ал Raspberry Pi деген бұл компьютер, мини компьютер, бұл жерге біз жаңа программаны, ойынға арналған бағдарламаны салдық. Айбардың бір айғы тынымсыз еңбегінің нәтижесінде ақша алып тауар беруге арналған құрылғы тегін қызмет ететін болды. Әрі жұмыс жүйесін өзгертіп, қала тұрғындарын сусынмен емес, біліммен сусындататындай етіп жасалды. Осылайша жетісулықтар отандық және әлемдік мәдениеттің жауһарына айналған кітаптарды оқып, дүниетанымын кеңейтуге мүмкіндік алып отыр. Бұл құрылғыны қоғамдық орындарға қойылған шағын кітапхана деуге болады. Оның ішіне Мұхтар Әуезовтің қилы заманы, Олжас Сүлейменовтің Азия алаулары, сонымен қатар Ник Вуйчич пен Роберт Кийосаки сынды жазушылардың туындылары қойылған. Одан бөлек облыстық әкімдіктің қолдауымен басылған кітаптар да осы жерде. Оған қол жеткізу үшін небәрі 5 сұраққа жауап беру керек. Әрқайсысына 30 секундтан уақыт беріледі. Бағдарламаға енгізілген сұрақтардың тақырыбы сан алуан, барлығы тест түрінде беріліп отыр. Онда қазақ тілінің емле ережелерінен бастап танымдық деңгейді білдіретін интеллектуалды сауалдар да бар. Бүгінгі ұсынылып отырған жаңа жоба жастардың білімділігі мен парасаттылығын және оның дүниетанымын өзгертуге жақсы әсер береді деп ойлаймын. Әрбір адам оқырман өз уақытын жоғалтпай келіп, осы аппараттан, қондырғыдан мәлімет алуға болады. Бұл жетісуды кітап құмарлар өлкесіне айналдыру мақсатындағы алғашқы бастама емес. Осыған дейін облыстық ішкі саясат және тіл басқармасы кітап алмасуға арналған буккроссинг жобасын жүзеге асырған болатын. Сонымен қатар ВИП жетісу кітапханасында ашқан еді. Жетісу өңірі, Талдықорған қаласы, соның ішінде жастары, қаланың имиджі, жастардың біз Reading жетісу деп атадық, яғни оқырмандар қаласы, оқырмандар өңірі, ол жастарымыздың интеллектуалды потенциалының кеңеюіне үлкен үлес қосады деген ойдамыз. Осы мақсатпен ұйымдастыра отырмыз. Әзірге қондырғы журналистер үйінде ғана тұр. Алдағы уақытта оны облыс орталығындағы өзге мекемелер мен аудандарға орнату жоспарда бар. Шыңғысқалиден Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы.